Бүгінгі таңда әлеуметтік желідегі псевдопсихологтарды тыңдасаң, қазақ баласы травмадан көз ашпайтын сияқты. Әрбір отбасында жан жарақатына толы бала тәрбиеленіп жатыр ма деп өзің бұл дүниеден түңіліп кеткендейсің. Бірақ солардың өкінішке қарай ескермейтін бір дүниесі бар. Ол батыста жан жарақаты болып есептелетін дүние бізде тіпті жанға қаяу түсірмек түгіл еленбейтін де дүние болуы мүмкін. Ал керісінше қазақ үшін жан жарақаты болып табылатын дүние күйік шерге айналып кететін дүниелердің өзі батыста пысқырмайтын мазмұн болуы әбден мүмкін. Өйткені дүниетаным бөлек, мәдениет бөлек, ойлау жүйесі бөлек, қалыптасқан кешірмесі бөлек, тарихи тәжірибесі де бөлек. Сондықтан бұл дүниелерді де батыстан ылғаусыз ала бермей, өзіміздің тарихи контекст негізінде, өзіміздің мәдени аспектілердің тұрғысынан ойлау жүйесінен саралап барып қарастырып, қалыпқа айтқан дұрыс шығар. Әйтпесе, құр үрейлендіре бергеннен бұл сала марқадам табады деп ойламаймын. Ал бұл ұғым түсінік пайым жағынан басқа екендігін білдірсе, енді оның емделу әдіс тәсілдері жағынан да басқа болған. Яғни батыс үшін емделуі өте қиын дүниелер қазақ баласы үшін ұлттық ойынға бай, мазмұны ерекше, тіпті фольклорының өзі өз алдына терапиялық маңызы бар халық үшін кейбір жан жарақаттары бесік жырын айтуменен, санамақ айтуменен, елеуреп ойнауменен, асық ойнап, ләңгі тебуменен, тіпті әлпеншекте тербелуменен, айғайлап қой қайыруменен, қасқыр қууменен, аңшылықпен айналысуменен, бүркіт салуменен, немесе елеуреп айтыс тыңдап, делебесі қозып, көкпар тартуменен емделіп кете беруі әбден мүмкін. Сондықтан қазақтың жанын түсіндірген кезде қазақша түсіндірген абзал. Қазақша деп отырғанымыз тілдің қазақы болған емес, ойлау жүйесінің, тарихи контекстің және тарихи себеп салдарлық қатынастардың, үлкен мәдени аспектілердің, дүниетанымдық өлшемдердің қазақы болғанын меңзедім. Сіз не ойлайсыз? Комментке жазып кетіңіз.